Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті бүгінгі кездесуге қатысушылар және құрметті біздің қонағымыз бүгінгі даналық бейсенбі жобасына қош келдіңіздер. Сәлемсіз сөз бөтен деген, дәстүрінде ütілмеген, тұрандай тұрпатында төрттілігі сеген деген, ұландай даласында төрт құбыласын бекем деген, төрт дәуірдің астанасы осы жерде екен деген, папасын көкем деген, мамасын шешем деген сыр еліне қош келдіңіз деп осы жерде бір қош көріп жатырмыз. Енді біздің сыр елін білесіз, қаймағы, дәстүрі, діңгегі байланған, оқты басқыр қосады, халықты дәстүр қосады деп, бүкіл дәстүрдің барлығы осы сыр елінде деп жатады. Тілдің құдіреттілігі, сақталуы осы сыр елінде дейді. Сыр еліне қош келдіңіз. Оның үстіне мынау мектептердің ең үлкен ошағы Назарбаев зияткерлік мектебіне қош келдіңіз. Назарбаев зияткерлік мектебінің ішіндегі біздің бай кітапханамыздың ішінде өзіміздің дәстүрге айналған, жолға қойылған, 10 жылдан бері өзінің жолымен келе жатқан даналық бейсенбі деген жобамыздың қонағы болып отырсыз. Ал енді бүгінгі даналық бейсенбі жобасының қонағы қазақтың ақыны, жаңағы Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы, драматургиядан жас актерларға сабақ беретін ұлағатты ұстаз, Егемен Қазақстанның тілшісі, қазір шабытта жұмыс жасап жатқан ұлағатты үлкен ақын жазушы. Оның үстіне Ахмет ұлт ұстазы деген киноның сценарийін жазған бір тұлға, ол Ұларбек Нұрғалымұлы. Қош келдіңіз тағы да. Енді біз осы киномен аяқтадық сіздің табыстарыңызбен жасаған жұмыстарыңызды. Осы киномен әрі қарай өрбітсек деп отырмыз. Қазақтың алаш қайраткерлерін біз білеміз. Әлихан Бөкейхановтан бастап Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев осылай тізбектеліп кете береді. Бір-бірін ұстаз тұтқан тұлғалар деп айтсақ та болады. Осы тұлғалардың ішінде Ахмет Байтұрсыновты дәріптеп биылғы 2022 жылы 150 жылдығын тойлап, республика бойынша, өзіміздің облыс бойынша, мына мектептің ішіндегі іс-шаралардың кезінде де 150 жылдығын тойлап, көптеген іс-шаралар өткіздік. Енді Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылды қорытындыланып жатыр. Соның арасында жарық етіп, үркер жұлдыздай жанған телеэкран, көгілдір экранның алдында тірі біз Ахмет Байтұрсыновты көрдік. Сөйтіп қазақтың қайраткерлері қайта тіріліп келгендей, көрермендерінің барлығына ұлттық құндылықтарды сол жерде насихаттады десек те болады. Ал сол Ахмет Байтұрсынов ұлы тұлғамыздың бейнесін ашып, сценарийін жазған сізсіз. Осы киноны түсіруге не себепкер болды? Бұның сценарийін жазуға кім түрткі болды? Осы туралы сұрақтан бастасақ деп отырмыз. Рахмет. Енді биыл Ахаң 150 жылдағы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Өзінің дәрежесінде тойланып жатыр ма, мүмкін одан да жоғары дәрежеде тойлану керек па, енді бөлек сұрақ. Ал бір істелген шаруа, біз көп нәрсені өзінің бір тұсында ғана істейміз ғой, негізі науқанмен. Осы Ахмет ұстазы 1 жыл бұрын түсірілді. Биылғы жылы сол 150 жылдықта соны өте көп көрермен көрді. Көп жағдайда сол 150 жылдықты да болып жатыр, сосын түсіріліп жатыр. Жаңа қорытынды кезінде, аяқтайтын кезде көрсететін еді ғой негізі. Сондықтан оның бір ерекшелігі де осылай болды. Осы маған мектептерден, түрлі бір оқу орындарынан деген секілді кездесуге көп шақырды. Енді бұл сериалдың сценарийсі жалғыз мен емеспін. Мұрат Есжан деген режиссер, сол фильмді түсірген. Мұрай дейтін продакшн бар. Ол Мұрат әйелі Айсәуле продюсер. Ол екеуі Америкада болашақпен оқып келген. Айсәуле продюсерді, Мұрат сол режиссер, және сол сценарий мамандығын оқып келді. Енді қанша дегенменен 50 жылда ел жаңа 100 жылда қазан дейді ғой. Біртіндеп біз осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына қарай тарихи фильмдерді көптеп түсіре бастадық. Оның ішінде тұлғалар туралы тарихи фильмдер көбірек түсті. Түсіп жатыр қазір енді.
Енді Ахмет Байтұрсыновты мен түсірейін деген жоқпын, өйткені мен қолымда емес, менің қолымда компания жоқ. Жаңағы Қазақстан телеарнасы, Хабар телеарнасы, біраз телеарналар қазір сол Алаш туралы тарихи дүниелер түсіріп жатыр ғой. Жылында бәлен тұлғаға арнайы олар конкурс жариялайды, осы тұлғалар түсіріледі. Осыған байланысты кімде қандай сценарий бар, жаңағы кімде қандай түсіретін ойы бар деп соған әр компания қатысады. Соның ішінде Мұрат өзі жалпы бұрын журналист болған, кейін сол кино мамандығына жалпы ауысқан кезде қазақ әдебиетін экрандасам деп өзі арман еткен, сөйтіп жазған екен бұрын. Сол армандау сол Абай жолынан бастады. Абай жолы енді қазақтың бір ерекше құндылығы ғой, төрт томдығы. Енді сол Абай жолынан кейін жалпы ол өзі Ахметке қызығады екен, Ахметті түсірсем деп сөйтіп жүрген. Содан кейін жаңағы Шүріппенің басуына еліктің қасуы деп келді деген секілді, жаңағы телеарнаның да сол Ахмет Байтұрсыновқа байланысты сұранысы сол Мұраттың ойына беріп келді. Сонымен жаңағы синопсисін жазып, өткізіп, сол бойынша түсірілім басталды. Енді сценарий оның алдында біз заманауи да бір сериалға сценарий жазғанбыз бірге отырып, 15 серия. Одан кейін сол Абай жолында бірге жұмыс істедік. Абай жолы әрине өте қиын болды, өйткені басталуы және сценарийші ретінде де ол жерде сценарийін жазған Мақпал Мадиярқызы деген бар, Мұрат Есжан, мен үшеуміз жаздық. Ол кезде пандемияның кезі өте қиын болды. Өте ауыр болды. Оның үстіне шынын айтқан кезде Абай атамыздың аузына сөз салу деген қандай қиын шаруа. Мұхтар Әуезовтің өз жерде желісі бар, Мұхтар Әуезовтің Абай жолын қалай жазған. Мұхтар Әуезовтің де сөзіне аузына сөз салу өте қиын мәселе. Бірақ ол күндер өтті, көрермен жақсы қабылдады. Одан кейін сол Ахаңа кірістік бірге. Бәрібір бірге жұмыс жасап кішкене үйреніп кейін әрі Ахмет Байтұрсынов бізге өте жақын, себебі жаңағы мен енді Қытайдың Алтай деген жеріне келдім ғой, сол жақтағы қазақтардың барлығы әлі күнге дейін сол Ахмет Байтұрсынов жасаған әліпбиді оқиды. Төте жазу әліппесі ғой. Төте жазу әліппесі, иә. Соныменен Ұшқын Сайдрахман деген жігіт бар, өзі алаштанушы, Мұратпен бірге оқыған кезінде. Сол жігіт бар, Мұрат үшеуміз кірістік, ол кеңесші болды, әрі ол архивтен бізге қажетті материалдардың барлығын керек деген беріп отырдық. Сосын кейін Абай жолыменен Ахмет ұстазындағы бір ерекшелік, жалпы бізде тарихи фильмдерде әдебиеттер тізімі деген бере бермейді. Бірақ олар көптеген сол әдебиеттерден алады ғой, жаңағы аспаннан сауып, жерден тартып алмайды, оның барлығы ғалымдардың еңбегі. Сондықтан біз әдебиеттер тізімін бердік. Осы Ахмет Байтұрсынұлы туралы сериалдың өзінде 50 қанша әдебиет тізімін бердік. Оны зерттеген ғалымдар, енді жұрттың бәрі ғалымдардың дүниелерін оқи бермейді, бірақ оны зерттеушілер, ары қарай сол фильмге пайдаланушылар солардың еңбегін көрсету керек, әрине, себебі сол ғылым менен өнер ұштасу керек. Керемет. Қандай керемет. Иә, біз енді Ахмет Байтұрсыновтың еңбегін білеміз, көптеген еңбегін. Оның есесіне енді Маса деген мысалдар шықты. Бір жақ Дулатовтар, содан кейін Оян қазақ деп бүкіл қазақты оятқысы келді. Содан кейін барып бүкіл алаш қайраткерлері бір мүддеге ғана бас қосты. Ол қазақ ұлтын қалай оятамыз, оларды қалай білімді қыламыз, қараңғылығын қалай жоямыз деп. Енді бүгінгі таңда Ахмет Байтұрсынов киносы 6 сериал болып түсірілді ғой. Негізі бұған дейін киноны Абайдан бастадыңыздар. Енді мен сұрағым, көрермендер, тыңдаушыларға да белгілі болсын, сіздің бірінші бастаған сценарийіңіз Абай ма, бұдан да бұрын бастаған? Жоқ, одан да бұрын заманауи. Енді осы кезде тағы жазып атқан киноларға, спектакльдерге жазып атқан арнайы сценарийлеріңіз бар ма? Одан кейін Ахмет өзі Ахаң Жақаң деп қатар атайды ғой. Одан кейін
сол Міржақып Дулатұлына байланысты сериалға қолға алдық. Ол түсірілді, қазір болды, енді тек монтажда. Бұйырса биыл сол желтоқсанның кезінде былтырғы сол Ахан көрсетілген уақытта ол да көрсетіледі деп отырмыз. Дұрыс. Сәбит Мұханов айтқандай, коммунизмді көргің келсең Дулатовтың үйіне бар дейді ғой. Сол сияқты Дулатовтың да киносын, Міржақып Дулатовтың да киносын көреміз Алла қаласа. Я, енді сіз жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, мен Алтай қазағымын, осы туған жерге, туған еліме келдім деп. Осы елге келіп, бірінші шығармашылық ортаға сіңісу, өзіңіздің шығармашылық қабілетіңізді көрсету, бұл қиынға соққан жоқ па? Қазақстанның ішінде жүріп шығармашыл адамдар көріне алмайды. Сізге кім себепкер болды, кім көтермеледі, қандай дос таптыңыз, алғашқы кездескен адамыңыз кім болды қазақ туған жерге келгенде? Осындай сұрақпен өрбітсек ары қарай. Жақсы, әрине Қазақстанға келерден бұрын жалпы қазақ әдебиетін ол кезде қарым-қатынас өте жақсы болды. Ол жақтағы әдебиетпен енді жалпы өте әдебиетке кішкентай кезімізден ынтық болғаннан кейін бұл жақтағы әдебиетке де қанық болдық. Әсіресе мынау осы жақтан Орамал дейтін бір әңгімелер жинағы барды. Оралхан Бөкеев, Дулат, Дүкенбай Досжан, Әкім Тарази барлығының шығармалары топтастырылған. Және көптеген Мұқағали Мақатаевтың Қаздар қайтып барады деген 10.000 данамен әр шыққан кезде 8-9 рет баспадан шықты. Басқа да ақын жазушылар көп барды. Соның барлығын оқып, соншама ынтық болып оқып, содан кейін сол шіркін осылардың көз тірісінде көрсек қой деген қатты арман болды. Кейін келдік, Тұманбай ағамыз, Қадыр ағаларымыздың бәрін көрдік, сапарласта болдық. Кәдімгі қолынан құлақ жетік деген секілді. Одан кейін енді жалпы адамның шығармашылығын өзінің еңбегі ілгерілетеді ғой, негіз танытады деген секілді. Менің осы мамандыққа түсіп оқуыма Шахимардан Құсайынов дейтін драматург кісі бар. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында сабақ береді. Сол кісінің мені оқуға алуынан басталды деп ойласам да болатын шығар. Өзім Шымкентте бір жыл жаңағы дайындық курсын оқыдым. Одан кейін сол Алматыға барып сол өнер академиясында оқуға түстім. Енді ары қарай бұл өлең, негізі мен өлең жазамын ғой, ақын. Сол жағынан танылдық, әдеби ортаға бірге жүрдік. Қазіргі біздің буындағы өте танымал ақындар Ақберен, Елгезек, Тоқтар Әлтан, Рысбек Дәби, Ерғали Бақаш, Бейбіт Сарыбай, бәріміз сол Алматыда бірге жүрдік, өлең оқып деген секілді. Ол кезде Алматының ауа райы да ерекше басқа. Әсіресе ол жастық кездегі дүние тіпті керемет. Сөйтіп, ары қарай енді осы халықтың қатарындамыз ғой. Ары қарай Астанаға бардым. Қазіргі қазақ әдебиетінің классигі, қазір жасы ең үлкен көз тірі сол кісі болса керек, Әкім Тарази атамыздан дәріс алдым 2 жыл. Содан ары қарай сол жақта енді Егемен Қазақстан газетінде де біраз жұмыс істедім. Қазір 4-5 жылдан бері толықтай сол Қазақ ұлттық өнер университетінде сол кинотеледраматургия деген мамандықтан сабақ беремін. Өте жақсы, керемет. Қазақ баласына сізді мынау ақын болып келдіңіз ғой. Бізге ақын болып келдіңіз, достар таптыңыз. Одан кейін жаңағы жігітке жеті өнерде аз дегендей уже қырларыңыз көріне бастады. Соның бір енді жаңа біз кинодан бастадық, бірақ дегенмен Үш Құян деген баспадан Керағыс деген өлеңдер жинағыңыз шықты, Болмыс деген кітаптарыңыз шықты. Енді мына қалың қазаққа танымал әңгімелер жиынтығы Даяғашы шықты. Енді Даяғашын бәріміз оқып шықтық. Қазақтың салт дәстүрі бұл жерде көбінесе ат ұстау, жылқы бағу, бәйге ұстау, баптау, оның есесіне қазақтың аңқылдақтығы. Осы кітапты оқыған кезде қазақтың иісі шығып тұр. Бұл әңгімелердің барлығын жинадыңыз ғой.
бұған қанша уақыт кетті жинауға? Бұрыннан бері айтып жүрген әңгімелеріңіз бе? Кімнен естідіңіз? Осы қызық болып тұр мына Даяға шыққаны. Бұл өзі Егемен Қазақстан газетінде жүргенде жаздым. Осы Даяға шыққаны. Дархан Қыдырәлі қазіргі ақпарат министрі сол кезде. Сол Дархан ағамыз Егемен Қазақстанға басшы болып келді. Содан кейін сонда мен газеттің анау сайты бар, сайтының төте жазу деген нұсқасы бар. Соны жасауға келгем сол жерде. Сосын кейін сен айтты маған, сен өзі жақсы жазасың ғой. Сен де газетке жазсаң сен. Сонымен мақалалардан бастадым, анау сөз тапқанға қолқаның қандай қатысы бар деген. Содан бастадым, ол өте жақсы оқылым болды енді. Одан кейін сол мақалалар сериясы жалғаса берді, өте жақсы оқырман қабылдады. Енді ары қарай мынау кей кезде бір дүниенің сыртынан қараған кезде көп нәрсе айқындалып көрінеді. Мен де сол ауылдан бәлен уақыт кеткеннен кейін сағынасың. Содан кейін соның барлығы көз алдыңнан өтеді. Кейде ойлап жатасың. Сондағы маған әсер еткен оқиғалардың барлығы тізбектеліп келді көз алдыма. Естіген, көрген, білген. Әсіресе сол біз анау жайлауға шыққан кезде, Көндей деген біздің төр жайлауымыз бар. Сонда отырған кезде 30 шақты үй бар сол жерде. Сол адамдарының барлығы 30 үй 30 түрлі. 30 үйдегі ақсақал 30 түрлі. Кемпірлер де 30 түрлі деген. Бір-біріне ұқсамайды. Ұқсамайды. Ол енді адамның бір табиғи. Енді біз қанша дегенмен қазір қаланың өмірі бар, басқалы бар. Ол біз стандартқа түседі ғой адам. Әрине. Ол олай емес. Сол адамдардың әр әрекеті жаңа ойыңда бір тұрады. Сол сағыныштан туған дүниелер, осы тілтанушы ғалым Шерубай Құрманбай ағамыз айтып еді, Даяға шыққан сағыныш екен. Содан кейін де туатын шығар. Ал түптеп келгенде ол бүкіл қазақ ортақ нәрсе. Ол біздің жаңағы арғы аталарымыздың кейінгі уақытта өзі уақыт өткен сайын жан-жақтан келген өркениеттердің қақтығыстарыменен құндылықтар өзгереді. Кейбір өте жаңағы асыл құндылықтарымыз анау суын төккен кезде ғана шомылдырған баланы легенде бірге төкті деген секілді. Ол кейбір асыл қимайтын немесе үнемі бізге керекті құндылықтарда кетіп қалады. Сондықтан соның барлығына бір сағыныш, осы қайта оралса деген арман, мақсат деген секілді нәрселер бар ғой. Біреу болмаса біреу өзінің жаңағы қазақ екеніне қуанса екен, мақтанса екен деген нәрселер бар. Ал соның нәтижесінде маған енді осы Даяға шыға байланысты көп нелер келеді, жаңағындай хаттар келеді. Соның былайша айтқанда 60-70%-ын мен қазақ болғаныма қуандым деген мазмұнда болады. Соған қарағанда өзінің шамасынша өзінің мақсатына жетті ғой деп ойлаймын. Осы кітаптың ішінде мен ашып қарап отырғанда мына халық ән деп орындалып жүрген бір әннің сіздің жазуыңызбен жазған жазбасын қарап отырып, шын мәнісінде әр өлеңнің шығуында біздің ұлттық құндылықтарымыздың былай көзге көрінбейді, бірақ айқын көрініп тұратындығын көзім жетті. Мына бұрындары Мәдина Ералиева орындайтын ән болатын осы бізде. Жаңағы ала жүр ат үстінде, жыл ішінде ала жүр, ұстай алмай бала жүр, әкем кәрі бауырым жас, көзіңнің қырын сала жүр деген жаңа өзіңіздің қыздың жездесіне айтқан сыңсу мынау деп айтылған жердегі мынау сөздің ең соңғына екі тармағының мынау осы өлең жолда өзгеріске ұшырап қазір бізде басқаша айтылып жүр. Сонда осы өлеңнің шығу тарихы ар жағындағысына қарап отырып, біздің мынау әрбір кетіп бара жатқан біздің сыңсу біздің қазақтың өзі ұлттық әдемі бір керемет бір әдет ғұрпы ғой, салт дәстүріне кіретін. Сол жерде мына қыз баланың қаншалықты бауырмашылдығы кетіп бара жатса да өзінің отбасындағы шаңырағындағы осындай мынау көріп тұрған өзінің қиындығын өлеңіне қосып айтып тұрғандығының өзі. Соған қарап мен жаңа бұл кітапты менің ойымша кез келген енді қақтығыстар өркениеттегі қақтығыстарды айтып жатсыз ғой. Әрі қарай бізде үлкен қауіп тұр негізі байқасақ. Әсіресе жасөспірімдердің арасында жалпы ұлттық құндылықтың қаншалықты қажет екендігін сезіне алмайды. Сезіндіретін кітап болады деп ойлаймын. Сондықтан келер ұрпаққа біз енді мен пән мұғалімі ретінде
мәтін түрінде осыны жалпы құндылықтарды бір керек қажет ететін жерде бізде енді күнделікті өмірімізде қолданысқа еніп жүрген жоқ бұл құндылықтар. Сондықтан мәтін түрінде балаларға насихаттап ішінен теріп алатындай дүниелер бар екен деп отырмын. Осы кітаптың ішінен. Иә, бөліп біз мысалға жаңағы әсіресе өзіміздің біз арнайы бөлімдеріміз бар бізде, ұлттық құндылықтар, рухани құндылықтар деген арнайы бөлім бар бізде бағдарламамызда. Сол бөлімдердің ішінде осы шағын ғана эпизодтан тұратын көріністерді мәтін түрінде алып, неге біз ұсынбаймыз деген, өйткені бізге мәтін табу қиын. Соған қарап отырып мен жаңағы қуанып отырмын осы жерде. Мына қазақтың енді небір адамдар сотталды ғой. 37-те болсын, оның алдында болсын, кейінде болсын. Негізі ол адамдар ғана сотталған жоқ, бізде ән де сотталған, күй де сотталған. Бұл шертпе күйлерді байлардың шайқалып отырып, қымыз ішіп отырып ішетін күйі деп, оны да тартқызбаған қанша уақыт. Осында Қаратаудан кейін мына кімдер, Төлеген Момбековтер шертті. Соның өзінде Жанғали ағам айтатын, бұл ана соғысқа барып жараланып келген адам ғой, оның кішкене мүмкіндігі болды деп. Әйтпесе бізде қай уақыт шертпе күйдің тоқтап қалғанына. Енді шертпе күй деген атына байланысты сөз басқа, ол дұрыс деген әңгіме туралы. Ал әндердің сөздері өзгерген. Мынау сол әнді, мынау жылқышын ала жүр, ұстай алмай бала жүр, ол сыңсу деген көненің салты деп, бізде сол сыңсудың өзін салт деп жоғалтып жіберген. Содан кейін ол ән жердегі сөзді не істейді, жылқышын ала жүр, ұстай алыс кеткенде менесің ала жүр дейді де, жаңағы шапалақ соғып билеп айтатын әнге айналдырып жіберген. Мынау бізде Затаевич қазақтың әнін жинады дейміз ғой. Соның ана Зейнелғабден Қоспақов деген зерттеуші бар. Сол кісі айтады, сонда соның 36-сының ғана сөзі болған. Ары қарай осының сөзіменен сол кеңес үкіметі кезінде сол әндерге мәтіндерді қоюда арнайы адамдар айналысқан. Кейбіреуін өзгерткен, жаңағы Құдайдың деген жерін табиғат деп деген секілді көп деген өзгерістерге ұшыраған. Сол әндердің ол жерде нотасымен қалдырды, бірақ жаңағы сөзіне байланысты жаңағындай дүниелер көп. Сонда біздің руханиятымызда әлі ақтаңдақтар істейтін, толықтыратын нәрселер әннен, күйден, жырдан өте көп. Сондықтан мына мәтіндердің өзі, бар мәтіндердің өзі қазір жұмбақ айналып бара жатыр. Оның ішіндегі бірер сөздің өзі көп ақпарат беріп тұрғанын біз байқай бермейміз. Мына нені айта кетейін, енді ол дәстүрге байланысты ол керемет дүние еді, сыңсу. Қазір енді тойда бір басқа жерден бір әйелдерге ән айтып қызды шығарып салып жатыр. Ол да бір өзгеріп кеткен түрі, былайша айтқан кезде өкінішке орай оның бір енді бір қимастықпен кетіп бара жатқан кездегі көңіл күйін беретін шығар, бірақ ол кезде мына ұшқан ұяда да бар, танысу деген. Қыз ұзатылатын кезде жаңағындай бүкіл туыстарын аралайды, одан кейін батасын беріп шығарып кетіп бара жатқан кезде қасында қыздар жүреді. Соның қасында құрбылары шашбауын көтеріп жүреді. Содан кейін ол кезде қыз әр үйге барғанда болмаса да, сол бір ай туыс туғандарын аралаған кезде бір аптада бір өзінің жаңа киімдерін ауыстырып отырады да, оны қасында құрбыларына беріп отырады. Бұрынғы кезде енді қыз кезінде киім келіншек болған кезде жарамай қалады ғой, қазіргідей емес. Сонымен жаңағы құрбылар да оны қасында жүріп киімге жарып деген секілді сөйтіп жүреді. Сол кезде жаңағы сыңсу дегеннің барлығын кімге не айтам деп сол жаттап жүреді. Ал жаттаған кезде сол айтылған нәрсе сол адамның көкейінде қалады. Тіпті сол маған кетерде сөйтіп айтты ғой деп, ол арнайы өзіне ғана айтатын сөз ғой деп, ол кісілер соны сағынып, соған енді бір төркіндеп келген кезде өзінің сыйлығын дайындап отырады деген секілді бір үлкен байланыс бар. Бұл жерде бір қарап тұрсаңыз, біздің халқымыздың бір даналығы ғой. Мынау қыз бала кетіп бара жатқан кездегі сыңсу айта білу дегенде, бұл біріншіден ол сыңсуды айта алмауы да мүмкін, өзінің жүрегінен шығарып, бірақ жаттап жүреді. Яғни бұл дайындық, қыз баланың ертеңгі тұрмысқа шығатын кездегі. Екіншіден, сыңсу айту арқылы бұл сөз ғой, қай кезде де адамның жаңағы жүрегінің. Содан кейін ол дайындық дегеніңіз өте жақсы, ол басқаша бір сатыға өткеніне өзінің іштегі көп деген дайындықтары болады. Енді
қазіргі таңда үлкен проблема ғой, қарап тұрсаңыз, қыз баланы тұрмысқа шығу деген. Қызық нәрсе көп. Абай жолын түсіріп жүрген кезде мынандай бір оқиға болды. Мен осы оқиғадан есіме түсіп отыр, оны сосын жалғап айтайын. Мына жерде киіз үйде Абай отыр осы төрде. Сосын екі адам шағым айтып келеді. Сонда оператор айтып жатыр, біреу мына жаққа отырсын, біреу мына жаққа отырсын деп, сіздердегі дейді. Сосын мен айттым, олай болмайды деп. Ол айтады, жарықтың бәрі түсу, бәрі осылай дұрыс деп. Мен айттым, енді олай дұрыс болса да, салт бойынша дұрыс емес ол. Төрде отырған адам жаңағы киіз үйде қонақ негізі бар ғой, қазақ өзінің төрінде тұрады. Сәл қазан жақ төрінде қонақ отырады, өзі отырады. Мына оң жақ дейді, оң жақта төрінде келген қонақ отырады. Сонда мен айттым оған, енді сен біреудің қазіргі уақытта үйіне кіріп барып, бірден кухнясына кіріп кетесің бе, ас үйіне? Кіріп кетпейсің ғой. Тура ол сол секілді дүние. Ал енді мынау бір ғана дөңгелек киіз үйдің ішінде бүкіл әлемнің философиясы тұр негізінде. Мына жерде қазақта айтады ғой, жасы келіп ұзатылмай қалған қызды оң жақта отырып қалды дейді. Ол оң жақ дегеніңіз мынау өзінің үйінде бөтен адамның орнында отырып қалды деген сөз ол. Өзінің үйінде бөтен адамға айналды. Енді ана Абай жолында бар ғой, Мағауия өлгеннен кейін оң жаққа ала беріңдер деп айтты дейді. Ол дүниеден өткен адам сол оң жақта. Ол бөлек адам, жат адам деген секілді ол сонымен қалады. Одан кейін мысалы бауырына салып алған, ата-әжесі бауырына салып алған балалар бар ғой, сол мына жаққа өтпейді екен жаңағы. Сондай бір оқиға болған біздің ауылда, жаңағы сол бала ата-әжесі қайтыс болғаннан кейін ана үйде жетімсіреп қалады. Сосын мыналар шақырса кішкене үйлеспейді, келмейді. Содан кейін жүрген ғой. Мына жерге қонақтың орнына келіп отырады да шай ішіп кетіп қалады. Соны бір күні келіп шешесінің төсегінің алдына қазан жаққа келіп жата кеткен екен. Сол кезде шешесі жылап, қарғам түсіндің ғой, ақыры түсіндің ғой деп. Сонда ол сөз жоқ, ешқандай жаңағындай бір әрекетпен ақыл. Енді сол төрдің өзін жаңағы, оны өзіміз де көзіміз көрдік. Мына жерде отағасы отырған, үлкен кісі отырған жерде келіндері баспайды, төрге шықпайды, жауап соқпайды. Сөйтеді, ананы сыпырып жіберші, ана жерді сөйтіп жіберші, бес жіберші. Ол деген, ол мына жерде тұрған бір керемет жоқ десек те, ол мүмкін құрмет, ол біріншіден мына жердегі орынға құрмет, мына жердегі ақсақалға құрмет, отағасына құрмет. Сол арқылы отағасы қалған адамдарға мына жерде жаңағы тәлім тәрбие бар, сөз өтетін деген секілді, ол осындай тәрбие тұрда, мына жерде отыратын бір ғана дөңгелек орында соншама тәрбие мен құндылықтар тұрда. Оны басып кете бергенде немене бар деп, баса береміз, жете береміз, жүре береміз. Бірақ оның салдары өте орасан болып жатыр. Ары қарай ол адамның орны да сол төмендейді бәрібір. Орын арқылы ол кісінің қадыры да кетеді. Қадырға сөз жетпейді, сөз жетпегеннен кейін бәрібір бір үйде жасап жатқан адамдар секілді. Сонда бұл қазақ орын бұрын, соңында орнын білген. Қазақ орнын білген. Сондай нәрселер, мысалы сол фильмде бізде осындай мәселелер өте көп кетіп жатыр, тарихи фильмдерде. Қателік болып кетсе, ол қате болып кетеді. Әрине, ол қателігінде қарап атқан ешкім жоқ. Содан кейін, жаңағы мен қызға байланысты айтып отырмыз ғой, шыққан қыз шиден тысқары деп айтады. Сол ши керегеден кейін ши орнатылады ғой. Ши оралады, ұсталады. Көп адам сол көркемдік үшін шиді ішіне орап жетқаны бар. Туырлықтың сыртынан орап жатқаны бар. Жаңағындай үйге керегені жасырып бер жағына кілем ұстай салады фильмдерде. Оның барлығы қате. Анау соны айтамын, шыққан қыз шиден тысқары деген сөз бар ғой бізде. Сол керегенің сыртында ұсталады ғой. Шыққан қыз дейді, ұзатылған қыз мына үйдің сыртында дейді. Дәл қазіргі тілмен айтсақ, оның жаңағы тіркелген мекенжайы болады ғой. Мына жерден шықты, мына жақтан сен өшірілсең толық, сен біреуге барып толық отыруың керек енді. Сол секілді бұл философиялық ұғым. Қазіргі жағдайда сол шыққан қыз шиден тысқары деген ұғым басқаша, ондай ұғым жоғалғаннан кейін, мына қыз шынымен мына үйден шықты ма, шықпады ма, аптадан кейін үйіне келіп, екі ортада ана жерде негізі мына шыққан қыз шиден тысқары кесілу керек те, мына жаққа толық сіңу керек. Ана барған жеріңе тастай бат, судайсың деген тас түбіне дейін батады. Су бүкіл шамасы жеткен жерге дейін жетеді. Ол тек күйеуіңнің ғана жақсы бол деген сөз емес. Сол ана жақтағы бүкіл жақын туыстарыңның бәрінің көңілі жақсы бол деген әңгіме ғой сол кезде. Ал сонда сол бір ғана шыққан қыз шиден тысқары деген ұғым жоғалып кеткеннің кесірінен
сол ажырасулардың да бір ілік болатын дүниесі сол жерде тұр негізі. Ал анау негізі ол бір еріккеннен, бір ұйқасқаннан шығарған нәрсе емес. Ол жерде жалпы қазақтың өмір сүру ұғымы, тәсілі тұр деп айтуға болады. Осындай нәрселерді қазақ киносына қазақ жазушылар көп келсе екен деп айтамын. Мен өзімнің құрдастарыма да, құрбыларға да, бәріне жаңағындай қыздарға жазушылар қалам ұстап жүргендер. Осы салт дәстүрді білетін адамдар жүрсінші соның қасында. Қазір сен жазушылар барып киноның режиссері деген ол патша жаңағы түсірілім алаңында. Оған барып мынаны былай істе десең кет жар дейді оған. Сен не білесің кинодан деп. Ал сол қыз жігіттер киноның ішіне өзі араласып жүрсе, мына қателерді өзі сценарийде жаңағындай жібермесе, сосын кейін өзі түсірілім алаңында болса, содан киноның бәрі дұрысталады. Қазір небір нәрсеге көзімізді жұмып қарайтын ғана күйге қалдық. Қаншама біздің тарихи фильмдерде жаңағы түңлік ашылмаған үйлер тұр. Түңлік ашылмаған деген түңлік ашылмай қалды деп айтады ғой. Ол үйде адам жоқ деген сөз, адам. Ол қаралы үйдің әңгімесі. Сондықтан осы мәселеде киноға біздің қазақтың қаламгерлері өте көбірек келсе екен деймін. Бірнеше ұсыныстар да болған мәдениет министрлігінде бұрынғы және кейінгісіне мынау неге байланысты ақын жазушыларды көбірек оқытсақ, кино саласына оқытсақ, драматургияны оқытсақ деп. Содан кейін барып осындай нәрселер кішкене орнына келеді. Тарихи нәрселерге сондай ат үсті қарап олай кете берсек, оның барлығы дұрыс болмайды. Дұрыс. Ұларбек мырза, өте көп нәрсені айттыңыз қазақтың салт дәстүріне байланысты. Жаңағы ұлықты басқыр қосады, халықты дәстүр қосады деп, осы халықтың тұтастығын, дәстүрі, салты бірге ұстап тұрады. Енді сіз сол анау көне әндердің сөздеріне мән беріп, одан кейін бір байқағаным көне мақалдардың. Өзі мақал туған күн білмейді дейді, кім шығарған білмейді. Сол мақал мәтелдермен де жұмыс жасайды екенсіз. Бұның барлығы қазір кітаптардың бетінде болмаса кез келген нәрсенің жиегінде тұрмайды, бұлардың бәрі архивте тұрады. Өзі сіз архивке де кіріп бірталай нәрсені ақтарып жүрген жансыз ғой, байқаймын. Енді сондай бір архивте отырмасам да өзіме қажет деген нәрселерді іздеймін. Мысалы кейбір нәрсенің мынау бір дәлел деп көрсету үшін оның бір тұрған заттың өзі болу керек, я бір тарихи дүниедегі көрінісі болу керек қой. Соның екі мысалын айтайын. Балуан Шолақтың Ғалиясында айтады. Ғалияның қолында бұйда пышақ, Ғалияны көрдімде жайдым құшақ дейді. Сол бұйда пышақ деген немене мысалы? Қазір біз ұмыттық оны. Ол бұйда пышақ деген пышақтан үлкен, қылыштан кішкене соның ортасындағы пышақты мысалы бұйда пышақ деп айтады. Сол бұйда пышақ қазір осы зат ретінде республиканың басқа жерлерінде бар шығар, білмеймін, бірақ қазір Жалағаш ауданының музейінде бұйда пышақ бар. Осы Қызылордада. Соны осы бұйда пышақты сен сақта деп соғысқа кеткенде әкесі баласына беріп кетті де, сол тапсырыпты. Сол бұйда пышақ енді мағынасына келетін болсақ, ол қарашы, жаңағы мен Ғалияға ғашық болдым дейді. Оның қолында сондай бұйда пышақ болғанда ең пышақтың үлкені жалаңдап тұр дейді. Мен құшағым жайдым, мен ғашық адам ғой, мен оған жарылып кетуім де мүмкін дейді. Жаңағы пышаққа түсуім де мүмкін. Бірақ мен ғашық адам, оның бәріне қарамай мен жайдым, құшағым жайдым. Мен осыған жарылып өлсем де мен осы Ғалиямен қасында болам деген бүкіл антықтық дүниені беріп тұр ғой. Осы бұйда пышақты білмесек, оның жай күйін біз қалай білеміз? Сол секілді енді мысалы Қыз жібек фильмінде қандай бір салт дәстүр керемет орындалды. Сол міне Қыз жібек фильмі 70 жылдан асқан кезде соның кейбір нелерін ақтарып, соның ерекшелігін көріп жатырмыз. Мысалы қазақта әндерінде Баянауылда деген ән бар ғой, сонда айтады ғой. Ауылыңның тұсынан ән салғанда ақбоз үйге сүйеніп қарада тұр дейді. Ақбоз үй. Сосын кейін Балуан Шолақ тағы айтады, ойда тұрып Ғалия ақбоз үйге сүйенгенде дейді. Немесе Нұржан Наушаб айтады, көкенай ақбоз үйге сүйенген біздің де қалқам екен ай дейді. Сосын ойлайсың, оның бәріне ақбоз үйге сүйеніп тұр. Неге ол ақбоз үй? Содан кейін біз кішкентай кезімізде еститінбіз, анау үйге сүйеніп тұрсаң, киіз үйге немене зарығып тұрсың, үй арқалап, ары қарай тұрып жетеді. Сонда
бұл зарығып тұру екен, зарығып күту. Соны суреттеу ғой. Енді осының ар жағында мынандай дүние бар. Егер де бұл жігіттер бұл қыздарды ұнатты, жақсы, ғашық болды. Бірақ осыған қыздар мақұл ма? Дегеннің жауабы олардың ақбоз үйге сүйеніп тұруы ғой. Соны ақбоз үйге сүйеніп тұр деп айтады. Әрекет тілімен айтады. Ғашықтың тілі тілсіз тіл деген секілді. Одан кейін ол жерде тағы бір мәселе бар. Ол әдеп. Менің соңымнан жаңағы 8 қыз саусылдап жүр демейді ол жігіт. Ол бар болғаны, бар айтқаны оны менің сүйетінін, өзінің қызды сүйетінін сол ақбоз үйге сүйеніп тұр дейді. Енді осы дүниенің мен дәлелін Қыз жібек фильмінен тапқан кезде қатты қуандым. Мысалы, Төлеген отырады, бір кезде ақбоз ат кісінеп судан өтіп кетеді. Содан кейін анау киіз үйде аспанға қарайды. Сосын шаңырақтан қараса, анау бұлтқа қаздар қайтып бара жатыр, бұлтқа сіңіп бара жатады алты қыз. Сол енді күз келді, құс қайтты. Енді бармаса жібектің үміті үзіледі. Сол кезде не істейді? Сол кезде камера бірден Қыз жібекті табады. Қыз жібек ақбоз үйге сүйеніп тұр. Сол кезде ананы сен Қыз жібектің анау ақбоз үйге сүйеніп тұру, зарығып тұру екенін ақылмен білмесең де егер, соны жаныңмен сезесің ананы. Өйткені бұл жанның жадысы деген болады. Содан кейін де біз ол фильмді қойылып жатқан кезде қанша рет көрсең де алдына рахаттанып отырып қаласың. Осындай ұсақ детальдар біздің тарихи, біздің жанымыздың жадысында бар. Ол соншама жоғалып кетпейді ол ақпарат. Ал сол нәрселер тура дұрыс орындалған кезде содан рахат алады. Біз оны нағыз білмесек те, егер ұмытып қалсақ та, біздің жанымыз рахат алады. Адамның тәні аңсайтын азықты, қазақ ет жегіміз келеді ғой біздің. Бәленген ет жемесең соны сағынып қаласың. Содан кейін Нұржан бүгін кеште жеңген ет салып қойды үйге десе, Нұрекең түстен кейіннен бастап көңіл көтеріліп жүреді. Өйткені ол сондай нәрсе. Содан кейін бұның ол жеуде ғана емес, ол жердегі тәннің өзінің бір қалауы бар. Тура сол секілді жанның да қалауы бар. Жанның да біздің аталарымыз, бабаларымыз басынан кешкен, соны қолданған салты, тарихы, қарым қатынасы, бір-бірінің көңілін аулау деген нәрсеге біздің де жанымыз қалайды. Сол Нұржанды кешке шақырып алдына макарон қойсаң, онша көңілі болмайды. Гречка қойып қойсаң онша. Сонда ол тәні қалап тұрған нәрсенің тура өзін бермесең, жанында рахаттанбайды. Сондай күйдегі секілді біз жанымыз қалаған өзімізді нәрсені бермей, керісінше нәрселерді беріп жатырмыз. Осыған жан күйзеледі. Содан кейін біздің мінезімізге әсер етеді. Стресс деген пайда болады. Сол баяғы қазақ неге сондай жаңағы ашушаң емес, бір азық мінездегі сондай адамдар болды. Өйткені сол өзінің жаны қалаған руханияты жан жағынан келіп жатыр. Туыс-туғаннан келіп жатыр. Жездесіне әзілдеп жатыр, жеңгесіне қалжыңдап жатыр. Атасының, нағашысының, жиенінің назын көтеріп жатыр. Біреуге нағашы болып, азамат болып, арқа тірек болып отыр. Осының барлығы бүкіл жанның қалауындағы нәрселерді, азықтықтардың бәрін беріп жатыр. Сол кезде оның өмірі бақытты, көңілі жайлы болады. Міне ол адамның бізде айтады ғой, жаңағы Қытайша оқыған мінезі жаңағы шартбұрт деп айтатын бізде. Орысша оқыған мінездік деп айтып жатады. Сонда ол ана қалау, рухани қалаудың дұрыс орындалмауынан адам ол мінезіне әсер етеді. Ол мінезі жаңағы өзгеріп кетуі мүмкін деген секілді нәрселер. Бұл сондықтан бұл жай нәрсе емес, оның барлығы. Біздегі сол анау әндерді тыңдау, бір ғана әнді тыңдаған кезде оны түсіну, содан рахат алу. Мысалы, бала бір талдан таяқ жас бала таянбайды деп әнші салып қалды әнді. Ой деп шалдарың рахаттанады. Неге? Талдан таяқ жас бала таянбайды дегендің өзінде көп мағына бар, соның барлығын біледі. Өйткені жетісуда әлі бар. Кісі қайтыс болған кезде жақындары таяқ ұстап тұрады. Өйткені шынымен белгіде түседі салмақ. Және ол енді туысы осы деген әңгіме ғой. Сонда жас баласың ғой дейді. Бізге де таяқ ұстатпай лақтырып жіберетін ғой аталарымыз. Сонда мына жерде бір жігіт отыр, осыған сен ән айт деді. Оның басынан бір сондай қайғылы жағдай өткен болуы мүмкін. Бірақ енді жас балаға жараспайды ғой ол. Талдан таяқ жас бала таянбайды деген кезде, соның барлығынан ақсақалдар әннің айтылып қалған кезде рас деп жаңағындай. Сосын бала бір түлкіден аянбайды дейді.
Енді ол бір осының ішінде де тарқатып жазған, ол мен өзім бүркітшінің баласымын ғой. Нағыз шалдардың рахаттанатын тұсы сол. Сонда бала бүркіт түлкіден аянбайды деген. Бала бүркіт деген, мысалы Құсбегінің қолында екі бүркіт болады. Біреуі бала бүркіт, біреуі түз бүркіт дейді. Бала бүркіт деген ұядан алған бүркіт. Ұядан балапан кезінде алып келген, ол 4 жас, 5 жас тірнек, тас түлек болса да, ол бала бүркіт атана береді. Қол баланы қол бала атағанбайды деген сөз бар ғой. Содан кейін біреу түз бүркіт аспанда ұшып жүргенде тормен, аумен, қақпен бір нәрсемен ұстаған. Ол түз бүркіт дейді. Осы екеуінің аң ұстау тәсілі екі түрлі. Ал Ұларбек мырза, біздің іс-шарамыздың да ортасынан ауып, мәреге қарай жақындап келе жатырмыз. Түйіндей салайық, иә. Енді кино индустрияға байланысты. Біз енді біздің мектептің оқушылары және ата-аналары Ахмет ұлт ұстазы деген киноны көріп шықты. Артынан барлығы анализ жасады. Біз тапсырмалар бердік. Оқушылар суреттер салды, эссе жазды. Соның барлығын сізге көрсеттік біздің іс-шарамызда. Енді осы кино актерларын таңдау, оның киноның тілі қандай болып қойылды, сол жөнінде бір тоқталып айтсаңыз. Енді актер таңдау деген өте қиын жұмыс. Өзі үлкен режиссерлардың, жалпы шетелдегі дұрыс актер таңдалса, киноның 70% бітті деген әңгімеде бір сөз бар екен. Сондықтан бұл жерде режиссердің талғамы өте көп мәселені шешеді. Мұрат Есжан осы Байғали ағамызды таңдаған кезде өте қарсылықтар болды. Басқа актер ойнаса деді, түр келбеті жақсы, әдемі көрінетін актерларды таңдағысы келді. Енді әркімнің ойы әртүрлі ғой енді. Бірақ Мұрат Есжан осыған қатты қадалып алды. Мен осы Байғали ағаны ойнап болсам, онда басқаша болады. Соныменен Алматыда жүрген адам Астанаға ұшып барып, сол Байғали ағаны тағы қорғап шықты. Содан кейін ол актерға жаңағындай режиссердің қоятын талабы деген, оны бағыттау деген мәселе бар. Осы мәселеде де мынау дауыстың ырғағы деген бар. Осының мәселелерінің барлығын сақтау өте қиын, өте маңызды. Және сол бір тональдікке түсіп, соны ұштап, соны актер ары қарай алып кету деген. Мен Байғали ағаның ойнағанына өте риза болдым. Тіпті сценарийді жазған кезде сол сөзді сол кейіпкер болып өзің айтып отырып жазасың. Айтып отырасың, қайталап отырасың. Сөздің ауызға сыйуы, жаңағындай кедергісіз шығуы, сөйлемнің құрылуы, қаншалықты анық естілетіні барлығы қаралады. Сол кезде соны бүйтіп айтып отырып қолданған кезде, бізде енді ішімізден шығып жатқан сөз болғаннан кейін шамалы сондай бір ең дұрыс шығаруына, дұрыс шығуын өзіміз енді ойланамыз және сондай дұрыс шығаруға тырысамыз ғой. Бірақ жаңағы Байғали ағаның сөйлеген кезде кейбір жерлерге паузаны қойып, қайтадан жаңағы айтуы деген нәрселерге мен актер деген осындай екен ғой, осындай болады екен ғой. Себебі ол өзінің міндетін атқарған үшін азамат мақтана ма деген бір анау ғырыл қосып, тамағына сәл соған таңырқай сөйлеп, немесе соның барлығы эмоцияны жеткізеді, ырғақтарында тұр. Осы мәселені режиссер менен актер үндескен кезде ол керемет шығарады. Сондықтан актерларды таңдау өте маңызды. Оның үстіне бізде қазір мына кино актерларын оқытатын факультет жоқ Қазақстанда. Көбісі театрдың актерлары бар. Театр менен киноның актерларында дауыста өте көп айырмашылық бар. Театрдың актерларында дауыстар қойылып, және ол үлкен залға жеткізу үшін гүрілдеп, жаңағыдай немен айтылып болады. Кинода деген, ол міне кинода деген микрофоның бар, жай ғана сыбырлағаның барлығы естіледі. Сондықтан ол жерде табиғи болуға бүкіл күшті салу керек, бірақ ана жердегі ол театрда қойылған дауыс бәрі бір шығып кетіп жатады. Одан кейін актерлардың ішінде мәтін қонатын актер деген болады, ішінде мәтін қонбайтын деген актер де болады екен. Себебі анау мәтінді мәтін оқиды дейді ғой.
ішінің өзінде мәтін бар адам. Былайша айтқан кезде енді сіз екеуміз бұрыннан таныспыз, енді келгенде қалқылдасып кетеміз ғой. Сол ішіндегі сөзбенен сырттан барғандағы сөз екеуі үндесіп бір-бірін сондай ішке түседі. Сөз ішке түседі, содан кейін қайтадан ол ішінен шығады. Сонымен жаңағы жүректен шыққан жүрекке жетеді деген әңгіме. Ал ішіне түспесе ол жадында ғана тұрған тілдің ұшынан еріннің жыбырыменен шыққан дүние жай ғана ойнаушы болып кетеді. Сондықтан Байғали аға өзі жазатын адам болды. Өзі драматург ол кісі. Сондықтан оның барлығын жаңағы сезінуіне ерекше бір мүмкіндік болды ғой деп ойлаймын. Сондықтан сол кісінің ойнағанын, сол кісінің сомдағанын халық өте жақсы көрді. Одан кейін біз енді тіл деген мәселе бар. Сол тілде көбісінде сол уақыттың мақалалары бар, ахаңның өзінің еңбектері бар. Сондағы дүниелерді беруге тырыстық. Және ол тілдік қолданыста калка деген бар ғой, қазіргі уақыттың сөздері, оны ұры сөздер деймін, сөйтіп ол кіріп кетеді. Мысалы, алдымен оны айтпас бұрын, одан мынаны сөйлеп алайық деген секілді айтпас бұрын дегендердің өзі ол кезде қолданыстағы дүниелер емес. Абай жолында да сондай оқиға болды. Міңке сен қалай ойлайсың деп анау ескіндегі қызға айтады, шайқап жүрген. Соны актер айтып жатыр. Соны 13 дубль түсірдік. Сценарийде солай жазылып тұр ғой. Болмайды анау, қайта түсіре береді. Мұратқа айтамын, не болды деп білмеймін дейді. Түсіре береді, ұнамай тұр мынау. Содан кейін кеште бір 13 ма 14 дубльде болды деді. Сосын кеште сұрасам, бір кезде актер айтқан ғой, міңке сен не дейсің деп. Сонда ана қалай ойлайсың деген ол Абайдың үйіндегі атмосфераға келмей тұр дейді. Соны ана режиссер, қазақ режиссер болу керек та, соны бойынан өткізбей тұр сүзгісі. Ол жазылған кезде енді байқамай қаласың, сценарийде жазылып кеткен ғой енді. Қалай ойлайсың деген. Сонда актердің, бұл жерде актердің, режиссердің жаңағы талғамындағы қазақылық деген маңызды, өте маңызды нәрсе. Біздің шыны керек кеңес үкіметінің режиссерларымыздың көбісі әсіресе бертінгілер қазақша, орысша оқыды. Сондықтан сондай немен кетті. Бұрынғы Шәкен Аймановтарда ол қазақы инерция, бұрынғы шалдардың бүкіл несін көрген адамдар, оның барлығы біледі. Интонация деген Қыз жібек фильміндегі Бекежан мырза, сен сөзді біле бердің ғой деген бірақ несімен қалды ғой сорақ. Интонация, кішкентай ғана фильмнің ішіндегі сәт секундтағы нәрсе, мысалы. Ол қандай маңызды. Соны режиссер қалай неғылған, актер қалай берген. Сондықтан оның барлығы өте маңызды. Енді сол тілдік қолданыста сол Ұшқынның, Сайдырахманның еңбегі өте зор. Архивте жаңағы дүниелердің барын қотару. Сөйтіп барлығы бірлесіп келіп шығады. Сонда мысалы сөздің, тілдің тазалығы деген калка сөздер, бүгінгі қолданыстағы сөздер деген көп. Ол кетпеу мүмкін емес, өте қиын нәрсе. Ахметұлы ұстазында да ондай сөздер кетіп қалды. Кейін байқаған нәрселеріміз бар. Бірақ мейлінше кетірмеуге, мейлінше кетсе де бірлі жаран сөздер болмаса, былай көп кетірмеуге тырыстық. Сондықтан бұл фильмде өте маңызды. Бұл енді қазақтың жоғалған сөздерін қайтадан алып келдіңіздер ғой, бұл айтайын деген. Сосын Абайдың сөзі бар ғой. Сөз түзелді, қазақ ең сенде түзел деген сияқты. Тыңдаушы сенде түзел деген. Мысалы ғанау даяғаш деген сөзді қайтадан әкелдіңіз. Қандай керемет. Харекет деген сөзді Омар Жәлел айтып Абайдың сөзін. Айтуға оңай деген бағдарлама харекет болып өзгерді. Халық үйренді, харекет жасайық деген мәселелер айтатын болды. Қазір даяғаш деген сөздерді айтылып жүр. Сол секілді тілдің ұшындағы емес, жүректің тұсындағы сөздерді жеткізу үшін ол киноның сценарийін жазуға сіздің тілдің білгендігіңіз бұл жерде үлкен мәртебе болып тұр. Енді біздің даналық бейсенбі жобасының дәстүрлі сұрағы бар, ең соңына қоятын сұрағы. Ол енді біздің балдарға деген тілегіңіз, біздің зияткер оқушыларға деген батаңыз есебінде бір-екі ауыз сөз айтып түйіндесеңіз. Бәрекелді, енді осы Назарбаев зияткерлік мектептері біздің тәуелсіздік жылдарындағы бір ерекше қолға алынған жоба.
Назарбаев университетінде сондай. Өте шетелдің бүкіл озық тәжірибелерінің барлығын жинақтап, мұғалімдерді іріктеп, және бәрін конкурспен алып, жеңушімен жалғасқан деген дүние жоқ. Әсіресе мектепке қабылдануда, балалардың университетке қабылдануында сондай бір жүйемен оқытылып жатқан керемет жоба. Бұл ары қарай да жалғасын таба береді деп ойлаймын. Және біртіндеп барлық мектептерге үлгіде болу керек. Сол мектепте оқып жатқан балаларда жауапкершілікті сезіну керек. Өйткені сол ілгері деген мектептерде оқып жатыр. Және бізде қандай уақыт енді қазір айналамыз удашу, ойран-топан болып жатыр, Құдай сақтасын. Осындай тыныштықта өзіміздің тәуелсіздігіміз қолымыздағы кезде әр адам өзінің жұмысына беріліп, өзінің қойылған міндетті дұрыс атқарып, соны бір нәтижесін өзі көрмесе де ертең ұрпағы көретіндей дүние ғой деп сезініп, осы елімізді аялап, жаңағы енді деніміз сау, басымыз аман, ел тыныш болып жатқан кезде өзіңді сен бір орынға сен жауапты жұмысқа қойып қойса, соны адал атқарып шығуға бүкіл күш-жігерін жұмсау керек. Кеше енді Алаштың арыстары түрмеде де, айдауда да жүріп, бүкіл қазақтың мынау тіліндегі нәрселердің барлығын ғылыми жүйеге түсіріп кетті. Қандай қиындықта жүрді, ашта болды. Тіптен аянышты жағдайлар бар, айтсаң көзіңе жас келетін. Нанға жармай кәдімгі аштан өліп қала жаздаған қайраткерлеріміз болды, бірақ бәрібір сол елдің мүддесі жолында сол аянбай бүкіл күш жігерін сарқып іс жасады. Соның барлығын нәтижесін біз көріп отырмыз. Түптеп келген кезде олар да сол нәтижеге жұмыс жасаған. Ал бізде сондай дүниеде қазір енді басымызда осындай бақ тұрған кезде келгендей осының барлығын үлгеріп, және Әлихан атамыздың сөзі бар ғой, бір ұрпақ келесі ұрпаққа өзінің мойнындағы жүкті жеткізіп отыру керек деген секілді. Біздің мойнымызда үлкен арқамызда үлкен ауыр жүк тұр. Соны сезіну керек, ең бастысы сол жүкті сезіну керек, және соны тиісті жеріне арқалап апаруға бүкіл күш-жігерін салу керек. Қазір енді тек шалықтап, той-тойлап, ән салып, анау-мынау, абай айтпақшы, ыржың-қыржың ит мінездеген деген нәрселердің уақыт емес қазір. Әлем қазір өте, әлемдік ақпараттар бір тұтастанып кетті, әлем бір тұтастанып кетті. Тіпті қазір университетке кірместе, өйткені көп дүниелер техника арқылы жүзеге асып жатыр ғой. Сондықтан жұмысқа ерте араласып жатыр қазір. Мектепті бітірер-бітірместе, мектептің аяғының өзінде сондай дүниелер болып жатыр. Жасарып кетті адамдар. Сосын мына университетті бітіріп алып, мен бірдеме жұмыс істеймін ғой деп найқалып жүрсең де қартайып кетесің қазіргі уақытта. Сондықтан жастар өте сергек болу керек, және осы Назарбаев зияткерлік мектептерінде, әсіресе университеттерде қазақылық деген, ол шетелдің жаңағы ағылшын тілінде оқытылып жатыр, басқа тілдерде оқытылып жатыр. Соның бәріне еліктеп кетпей, жаңағы Міржақып атамыздың, Ахмет атамыздың, Әлихан атамыздың оқығандар ұлт тұрмысынан ажырамау керек. Оқығандар ұлттың мінезі болу керек деген секілді. Мінез дегенді рухтан келеді. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден дейтін де сол рухқа байланысты дүниелер. Сондықтан осы жағына ерекше мән беру керек. Анау ғылымдарды ол қаласақ та қаламасақ та біз үйренуіміз керек оны. Бірақ мынаны міндетті түрде біз өзі ақыры сол алынған білім неге жұмыс істеу керек? Ол ұлтқа жұмыс істеу керек. Мемлекетке жұмыс істеу керек. Соңғы нәтижесіне көбірек назар аударуымыз керек деп ойлаймын. Көп рахмет. Бүгін көптеген мағлұматтар алдық. Құндылықтардың, осы жерде бойымыздағы сіңген құндылықтардың барлығын оқушыларға сіңіреміз деген ойда даналық бейсенбі апта сайын өткізуге тырысамыз сияқты кісілер. Қазақта сөз бар ғой, жаңағы аунаған жер түк қалады дейді. Балаңды тәрбиелей алмасаң, үйіңе жақсы қонақ шақыр, соның жаңа шапағат дейсің, қабырғада қалады деген сөздер.
жақсы кісілерді шақырып, бізден мынау зияткер оқушыларымыздың болашақта зиялы қауымға айналуына бірден бір жұмыс жасап жатырмыз деп ойлаймыз. Енді қазір бізде уақыт болып қалды. Енді Стив Джобс деген айтады ғой, мен сағатпен жұмыс жасамаймын, 24 сағатпен, мен баспен жұмыс жасаймын деп. Қазіргі уақытта қазақ енді баспен жұмыс жасау керек, сағатпен жұмыс жасайтын бізде уақыт та жоқ. Сондықтан біздің оқушыларымыз 100 ән, 100 кітап деген сіз айтқан құндылықтың барлығы сол жерде жатыр. Соны біз беруге, үйретуге тырысып жатырмыз. Енді Сырдың қаласына тағы да қош келдіңіз. Астанадан келдіңіз. Сізге көп рахмет. Шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Жаңағы өзіңіз айтқан алаш арыстарының әкелген жүгін сол жер тастап кетті ғой сораға дейін. Соны әрі қарай жалғастырып жатсыз. Енді нағыз жұмыс жасайтын шақтасыз деп ойлаймын. Енді 40-тың 40-сына енді шығайын деп жатсыз, Алла қаласа. Өйткені Абай 43 жасында қара сөздерін жаза бастаған, Ахмет Байтұрсынов 40-тан асқаннан кейін қазақ газетін шығара бастаған нағыз жұмыстың төрелері алды деп ойлаймыз. Сондықтан сізге Олеке көп рахмет. Отбасыңызға табыс, денсаулығыңыз мықты болсын дейміз. Рахмет.